Сәлем достар, бүгін мен әліпбек кітабынан сіздерге бақа мен балық ертегісін оқып беремін. Бақа мен балық ертегі. Өзі бапақ, басы жалпақ, бір бақа көл жағасында жүрген. Ол суға жақындап келіп, айнадай жарқыраған көлге қызыға қарап отырды. Оны Ақшабақ деген таныс балығы көріп, амандасайын деп алдына жүзіп келді. Ол судан басын шығарып, саламатсың ба бақатай деді. Сәлем Ақшабақ, сәлем деп бақа да тарбаң етіп бір қозғалып қойды. Бақатай, көрінбей кеттің ғой, бір жаққа барып келдің бе? Деді балық. Алыс ешқайда барғаным жоқ, осы жағадағы жайылымда жүрдім, деді бақа. Жайылымда сендер осы шөп жейсіңдер ме? Жоқ Ақшабақ, біздер шөп жемейміз. Енді не жейсіңдер? Біз кәдімгі құрт құмырсқа, маса шыбын, өрмекші, қоңыр, шегіртке, көбелек сияқты ұсақ жәндіктерді жейміз, деді бақа. Сендер де біз сияқты суды жақсы көресіңдер ғой, құрлықта жүргенде қатты шөлдейтін шығарсыңдар, а? Я, шөлдейміз әрине. Сендер суды қалай ішесіңдер? Жалап ішесіңдер ме, әлде сіміріп ішесіңдер ме? Біз суды жалап та сіміріп те ішпейміз. Енді қалай ішесіңдер? Сыртымыздағы жұқа терімізбен ішеміз. Яғни су бізге тері арқылы сіңеді. Мыналарың қызық екен бақатай деп балық оған кәдімгідей таң қалды да, енді одан басқа бір жайды сұрады. Осы біз сендерді жаз бойы жиі көреміз де, қыс мезгілінде мүлде кездестірмейміз. Қыста сендер жол жаққа кетіп қаласыңдар ма? Жоқ Ақшабақ, біз ешқайда да кетпейміз. Осы өз мекенімізде қыстаймыз. Біз ғой су ішінде жүре береміз. Ал сендер сонда қайда боласыңдар? Деді балық. Біз бір нәрселердің астында індер мен қуыс кеуектерге кіріп алып жатамыз. Тіпті әуелі мұз болып та қатып қаламыз. Бірақ көктем келіп күн жылығанда қайта жанданып сыртқа шығамыз. Өзен, көл, бұлақ басында біз бір-бірімізге қосылып әндетіп хор айтамыз. Міне, біз осындаймыз достым. Осы кезде бұлардың қасына қармақ салып, балық аулап жүрген балалар келіп қалды. Олардан қорыққан бақа суға секірді де, балық та жалп беріп, көзден ғайып болды. Достар, егер бұл мәтін сіздерге ұнаса, маған лайк басуды ұмытпаңыздар және комментарий жазып маған жазылыңыздар.